Бәріңізге сәлем. Бүгін біз өріктен варенье қайнатамыз. Езілмей жақсы болып шығады, қою болып шығады. Жасап көріңіздер. Бұл жерде мен банкаға жаппаймын, өзіміз үйге шайға қайнатамын. Бұл жерде бізде өріктер, ұсақ өріктер 1 килограмм алдым. Өзімізге шайға қайнатамын. Алдымен барлығын жуып тазалап аламыз. Содан кейін ортасындағы тасын алып, барлығын тазалаймыз. Пышақпен кескендеріңіз жөн, пышақпен алғандарыңыз қолмен алсаңыздар өріктеріңіз езіліп, қайнаған кезде езіліп кететін болады. Енді үстіне 700 грамм шекер саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Астынан үстіне қарай көтеріп, осылай араластырамыз. Барлығын араластырғаннан кейін енді бетін жауып 4-5 сағатқа қоямыз. Әбден суы шығуы керек. 5 сағат уақыт өтті. Міне осындай өрігіміздің өзінің суы шықты. Өріктің вареньесі асты тез күйіп кетеді, сондықтан қарап тұрамыз. Газымыздың үстіне орташа отта 15 минуттай қайнатып аламыз. Үстіне осындай көбіктер шығады, мен барлығын алып тастаймын. Қайнатып болғаннан кейін енді бөлме температурасында әбден суытамыз. Суығаннан кейін міне екінші рет мен тағы да отқа қойып, жай отта 10 минут тағы да қайнатып алдым. Тек 2 рет қайнаттым. Сол кезде езілмей жақсы болып шығады. Әбден суығаннан кейін шайға ұсынамын. Осы күйінде банкаға жапсаңыз да болады. Міне менің вареньем осындай болып шықты, қараңыздар. Сұйық болып тұрғаннан осындай қою болған түрі бізге ұнайды. Сізде осылай қайнатып көріңіз. Және достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта тағы да банка жабу түрлерін, салат жабу түрлерін барлығын көрсететін боламын.